Ассаламу алейкум, құрметті Құранға қадам басқан арулар. Алла тағала баршаңызға Құранды үйреніп, оны көркем түрде оқуды нәсіп етсін. Бисмилля деп Құран әліппесін бастаймыз. Жалпы Құран кәрім араб тілінде түскен. Яғни біз Құранды түпнұсқасында оқығымыз келсе, онда біз араб тілінде оқып үйренуіміз қажет. Араб әліппесінде 28 әріп бар және 28 әріптің өздерінің атаулары бар. Тағы бір айта кететін нәрсе, араб тілінде біз солдан оңға қарай емес, керісінше оңнан солға қарай оқимыз және жазамыз. Олай болса, әрбір әріпке жеке-жеке тоқталайық. Араб әліппесінің ең басында әлиф деген әріп тұрады. Яғни ол жазылғанда осылай бір тіке сызықша болып жазылады. Ал бірақ оқылған кезде ол әлиф деп оқылмайды. Бұл әріптің атауы әлиф болғанымен, бұл әріп өзі жекеше осылай тұрған кезде оқылмайды. Бұл әріптің оқылуы үшін оған харакат деген көмекшілер қажет болады. Харакаттармен алдағы уақытта келесі сабақта танысатын боламыз. Келесі үш әріпті бірге қарастыруға болады, себебі олардың жазылулары өте ұқсас, бірақ айырмашылықтары нүктелерінде ғана. Бірінші бә әріпі. Бә. Яғни жіңішке жұмсақ түрде б деп оқылады. Бә. Бә әріпінің астында бір нүкте орналасқан. Келесі әріп бізде тә әріпі. Тә әріпі де жіңішке жұмсақ оқылады. Тә. Тә. Бұл әріптің бә әріпіден айырмашылығы оның үстінде екі нүкте орналасқан. Келесі сә әріпі. Жіңішке жұмсақ. Сә. Бұл әріпті оқу үшін, айту үшін екі тісіміздің арасына тілімізді қыстырамыз. Сә. Сә. Сә әріпі үстіндегі үш нүктесімен ерекшеленеді. Келесі үштік әріптеріміз. Бұл әріптерде бір-біріне өте ұқсас, айырмашылықтары нүктесінде. Джим әріпі. Жай ғана ж емес, ж деп оқимыз. Джим әріпінің ортасында бір нүктесі бар. Келесі әріп хә әріпі. Хә әріпінің қазақ тіліндегі х әріпіне ұқсастығы бар, бірақ қазақ тіліндегі сияқты тамақты қырылдатып оқымаймыз. Керісінше тамақты қысып, жұмсақ шығарамыз. Хә. Хә. Бұл әріптің ерекшелігі мұнда ешқандай нүкте жоқ. Келесі әріп хо әріпі тамақтың қырылымен шығады. Хо. Хо. Хо әріпінің ерекшелігі оның нүктесі үстінде. Келесі әріптерге көшсек, дәл. Жіңішке жұмсақ оқылады. Дәл. Келесі әріп зәл әріпі. Сақау, жіңішке. Зәл. Дәл әріпі мен зәл әріпінің айырмашылығы нүктесінде, яғни дәл әріпінде нүкте жоқ, ал зәл әріпінде жоғарысында нүкте бар. Келесі ро әріпі. Ро. Ро. Зәй. Бұл жерде з әріпі жіңішке және анық шығады. Зәй. Зәй. Бұл екі әріптің де айырмашылығы нүктелерінде, яғни ро әріпінде нүкте жоқ, ал зәй әріпінде нүкте бар. Келесі син. Син. Жіңішке, анық. Син. Шин. Шин. Бұл да жіңішке әрі анық. Шин. Екі әріптің айырмашылығы син әріпінде ешқандай нүкте жоқ, ал шин әріпінің үстінде үш нүктесі бар. Келесі әріптер сод. Сод. Бұл әріп өте жуан. Сод. Келесі дот. Дот. Бұл әріпте өте жуан шығады. Дот. Екі әріптің айырмашылығы нүктелерінде. То. То. Бұл әріпте өте жуан. То. Во. Во. Бұл әріп
сақау әрі жуан шығады. В. Бұл екі әріптің де айырмашылығы нүктелерінде. Келесі әріп өте ерекше әріптердің қатарына жатады. Ғайн. Ғ әріпіне ұқсас, бірақ ғ деп қырылдатпаймыз. Айн деп те айтпаймыз. Тамақты қысып, ғайн. Жұмсақ, жіңішке, жеңіл шығарамыз. Ғайн. Келесі ғойн. Қазақша ғ әріпіне ұқсас, жуан шығады. Ғойн. Бұл екі әріптің де айырмашылығы, біреуінде нүкте жоқ болса, біреуінде нүктесі бар. Келесі ф әріпі. Ф. Үстінде бір нүктесі бар. Қоф. Қоф әріпі қазақ тіліндегі қ әріпіне ұқсайды. Қоф. Бұл әріптің үстінде екі нүктесімен ерекшеленеді. Келесі бір-біріне ұқсамайтын әріптер. Ләм. Жіңішке, анық шығады. Мим. Бұл да жіңішке. Нун. Ләм, мим, нун. Уәу. Кәдімгі қазақ тіліндегі у әріпіне ұқсас. Келесі хә. Хә әріпін айтқан кезде тамақты қырылдатып не қыспаймыз, яғни ешқандай кедергісіз шығады. Хә. Соңғы әріпіміз яй. Астында орналасқан екі нүктесімен ерекшеленеді. Осымен біз 28 әріпті жеке-жеке айтып шықтық. Жалпы алфавитті жаттап алу үшін келесі видеоға өтсеңіз болады. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.